Шерхан Мұртаза, Ай мен Айша. Бірінші кітап. Сен қайдан келдің дегенде бір данышпан. Мен балалықтың елінен келдім деген екен. Ересектерде сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірімін. Анамның аты Айша еді. Аз ба, көп пе 60-тан астым. Аз ба, көп пе ірілі уақты кітап жаздым. Халық жазушысы атандым. Жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын. Бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім, дүниенің шартарабын арыладым. Бірақ соның бәрі мені балалық шағымдай байыта алмады. Парижде болдым. Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым. Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркта болдым. Олар да түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым. Оны да түсімде көрмедім. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін. Түсіме күн сайын мың бұлақ кіреді. Түсімде Ақсу Жабағылыны көремін. Түсімде ылғи туған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша кіреді. Мұртаза түсіме сирек кіреді. Өйткені ол кеткенде мен 5-ақ жас дедім. Елесі еміс-еміс қана. Егде тартқанда бүгін көргенің ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Ендеше текке күшіне бермей, соны неге жазбаймын? Ата-бабамның Айшаның аруағы жар бола көр деп қолыма қалам алдым.